Армағайын ТВК телеарнасында 13-ші регион бағдарламасы, студияда Азизбек Өткелбаев. Өткен тәулікте қала аумағында орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Өткен түнде Шымкент қаласында үлкен жол көлік апаты орын алды. 2 автокөлік соқтығысып, бір адам зардап шекті. Бұл оқиға Қонаев даңғылының бойында орын алған. Оқиға Қонаев Гүлзарының бойында орын алған. Мұнда Mercedes-Benz автокөлігі мен Lada Priora темір тұлпар қақтығысқан. Соққының қатты болғаны соншалық жолаушы тасымалдаумен айналысып жүрген такси жол жиегіне шығып, темір қоршауға барып ұрылған. Нәтижесінде Priora көлігінде болған жолаушы жеңіл жарақат алған. Алайда неге екені белгісіз, зардап шеккен кісі жедел жәрдем қызметкерлерінің көмегінен бас тартқан. Таксиді басқарған көлік жүргізушінің айтуынша, оқиғаға неміс темір тұлпары кінәлі көрінеді. Мен кеп отқам алдың жағында, бұл машина арт жағында кеп отқам. Одан білмеймін. Байқамай алдың өзің. Арт жағынан ұрды ғой не болса. Мына жүргізуші кінәлап отырған екінші көлікті әйел кісі басқарған екен. Ал кейіннен анықталғандай, Mercedes маркалы көлік иесі қауіпті жағдай туындағанда тежегішті дер кезінде басып үлгермепті. Қазіргі таңда қай автокөліктің жүргізушісі жол жүру ережесін бұзғандығы анықталуда. Ескі қалашық аумағында өрт оқиғасы тіркелді. Осы жайлы хабарлама 101 нөміріне кешкі сағат 9-дар шамасында түскен. Тілсіз жау қораны шарпыған, салдарынан жанында тұрған үйде өртей жаздаған. Өрт Тұрысов көшесінің бойында орын алған. Шақырту келіп түсісімен оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндіру қызметкерлері қызыл жалынды уақытында сөндірген. Мамандардың сөзінше, онда пластикалық шөлмектер мен құрылыс заттары отқа ораныпты. Светті өшіріп тастардың электр энергиясын. Қазір пожарниктер сөндіріп болған екен, пожарниктердің ұштаты бойынша қосамыз, онсыз қосамайды. Жүзекке хабарласқан, жүзек бойынша келдік. Жанып атқан мынау сарай, сарайдың жанындағы аумағындағы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, іс-шаралар өткізілді. Қазіргі таңда пожардың беті қайтты, өшіп Жедел басқару орталығының бейне камерасы аса қатыгездікпен жасалған бұзақылықты түсіріп алған. Мас жас жігіт бөткеннің көлігін ұрып, материалдық шығын келтірген. Толығырақ біздің материалымызда. Мына Гагарин көшесінің бойында белгісіз бір азаматтың олқылыққа барып тұрғанын тәртіп сақшылары байқаған. Көліктің үстіне шығып, елдің тыныштығын алған бұл азамат жол бақылау камераларына түсіп қалған. Оқиғаны анықтауға кіріскен полицейлер бұзақы мен оның жолдасын қолға түсірген. Кейіннен олардың ішімдікпен ұрттап алғаны белгілі болған. Мирвал мен соседім да, менде ұлбопты братаным істейді, Миша деген, Сарқош деген ше. Мен бір звондай көрейін. Просто сендермен бір жақсы сөйлесіп олайын дегенім, болмайтын болса, мен ұлбопта братаныма звондайын. Не істейін братан, мен бұлай сөйлестім, мен ешқандай табысқа тек бердім деп ше. Айта кетерлігі, мұнда тек бұзақылық қана емес, онымен қатар жол ережесінің бұзылғанында анықталған. Яғни мына көлік тоқтауға тыйым салынатын жерде тұрған. Жаяу жүргендердің жолына жадады. Пешоход емес не? Енді қалған жұртты. Ол содан басқа не керек? Сегіз 12 автоэкипаж мен 816 автоэкипаж екеуміз келіп, қазір жас балдарды ұстап, тоқтатып, Абай полиция бөліміне жеткіземіз. Осымен біздің бағдарлама аяқталды. Бағдарлама ішкі істер департаменті баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен әзірленген. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Азизбек Өткелбаев.